Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі мақсатымыз сын есім туралы білу, ережені жаттау, сөйлем ішінен сын есімді ажырату. Мәтінге назар аударамыз. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Енді суретке қарап отырып, мәтінді талдайық. Мүйіз тұмсық қандай жануар? Ірі. Оның мүйізі қандай талшықтардан құралған? Жіңішке талшықтардан. Ал ол қандай дыбыс шығарады? Айбарлы дыбыс шығарады. Қандай ірі, айбарлы, жіңішке осы сын есімдер арқылы біз мүйіз тұмсықты сипаттап шықтық. Демек, заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, менің оқушыларым қандай? Сұлу, үлгілі, ізденімпаз, ақылды, өжет. Бұл сөздер арқылы мен сіздердің қандай оқушы екендеріңізді сипаттап тұрмын. Енді әрі қарай тапсырмаларды орындайық. Бірінші жаттығуымыз жұмбақты көркемдеп жаз. Демек, дәптерлеріңізге көшіресіздер, сын есімдерді тауып астын сызасыздар. Сын есімдер табуға көмектесіп жіберейін. Іші қандай, сырты қандай, еті қандай, сүті қандай. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер ол сын есімдер. Соны тауып астын сызыңыздар. Келесі жаттығуда ребус берілген. Ребусты шешіп, оған ол сөзге сөйлем құрастырасыздар. Енді соңғы өте оңай тапсырма. Жаңылтпаштың ішінде бір қате кеткен. Сол қатені түзеп, дәптерге көшіріп жазасыздар. Және сын есімдерді анықтайсыздар. Ережені қайталауды ұмытпаңыздар. Сабағымыз аяқталды.